жанрым кино болгондо просто андай боевик дейтиндер көргөм, мага андай жанр бармайт. Так ужастик көрөм. Көп. Мен осы атқа жұмыста әртүрлі істедім, бірақ бірінші басында цех деген болады ғой. Туда жұмыс істеген. Ол кезінде есімде жоқ, қанша алғанын. 2000-нан астам ақша алдым. Бірінші табысым. Еще оны өзім қолдаған жоқпын. Менде алғашқы махаббат деген нәрсе бұрын басында кішкентай кезімде мен мектепте, басқа мектепте оқығам, Құшма мектебі атын білмеймін. Сода оқығам, и ол кезінде бір сыныпта оқитын едік бір баламен. Оған қазір танымаймын, араласпаймын. Менде мынандай жағдай болған. Бір рет мектепке, короче, үйден мектепке шығамын деп, сумкамды тастап кетемін ғой үйге. Мен далаға шығып келемін деп, сөйтіп мектепке кетемін, уже мектепте жарты жолға келген кезде арқамда сумкам жоқ. И мен басында сумкам бар деп ойлап, до конца мектепке барам деп ойладым, солай жүре бердім. И уже почти мектепке келдім, забордың алдына тұрамын да, сумкамды көрген қайтадан артқа қайтып, екінші сабаққа бірақ келгенім болды. Сосын тағы бір жағдай болды. Ол менде ең бір ұялған кезім 8-ші сыныпта КВН болған. Сол кезінде кәрістердің беймейлеген. Вот ең жесткий момент, сол прям қатып қалды, ұялғам сол кезде. Менде бала кезде қызықты естеліктер ол азымнан кешке дейін ойнайтын едік қой. Есіктің алдында, короче, бір асфальт болатын, фундамент болатын. Сол жаққа ойнайтын едік. Ол естелік уже әлі кейін созылды, 3 жыл бойы кішкентай кезімде ойнайтын. Сол қатты есімде қалған фундаменттен қайта құлап, жылап, үйге барып 1-2 сағаттан кейін қайтадан шығатынбыз, аяғымыз ақсаңдап жүріп. Сол кез қатты есімде. Сосын таксиде кішкентай кезімде пазаровқа беретін, домалап құлап. Ең жаман қатты пазар болатын сол кезде солар, бірақ қазір енді күліп еске аласың ғой сол кезде жылғанмен. Сол